Өмірдің басқа атауы жоқ. Өмірдің аты өмір. Әр адам өз өмірінің суретшісі, өз бақшасынан бағбаны. Кей жағдайда барлығын басынан бастағыңыз келіп, жан дүниеңіз құлазып сала береді. Бүгінгі әңгімемнің кейіпкерінің қазіргі күйі тура осылай. Өткеніне өкпе реніш, өкінішпен қарайды. Өмір жылау, күрсіну күлкіден тұратын болса, Айнаштың өмірінде күрсіну басымырақ. Алайда өмір тоқтаусыз ешкімге білдірмей өтіп жатады. Көп адам өзінің өмірге не үшін келгенін, не үшін өмір сүріп жатқанын білмей, өмірден өтіп кетіп жатады. Деп, жан жазғандай сол өзеннің ағынында кейбір жан өз арнасын тауып жатса, кейбіреулері бастарын тасқа да жарға да ұрып, өз жолдарын таба алмай жатады. Соңғысы әрине өте өкінішті. Өмір күрес. Ең бастысы сол дүние алма-кезек дегендей, жалғандағы барша қиындықтың уақытша екендігін ұғынып, өмір атты кемеде қатарынан қалмай, жолында кездескен қиындықтардың барлығында жеңе білу керек. Өзен ағымымен тек өлі балық қана жүзеді екен. Айнаш қазіргі таңда өмірде өз орнын тауып, сүйікті жар, көп балалы ана атанып отырса да, өткен өмірінің көлеңкелі кезеңдерін ұмыта алмай, жан дүниесі құлазып, көзіне жас алатын кездерде болады дейді. Жүрегі тыныштық таппай, өткеннен қалған жараның орны жазылмағанға ұқсайды. Сол себепті маған хабарласып, екеуміз Айнаштың өткенінен біраз сыр шертіп едік. Айнаш, дәл қазіргі ақылым сол кезде болғанда ғой, сонда қазір өткендегідей қателіктерге бой алдырмас едім, дейді. Алайда Айнаштың өмірінің осылай өрбуіне өміріндегі жақын жандардың да септігі бар еді. Өмір өткелдері. 1 бөлім. Мен қазіргі Түркістан облысы Атакент елді мекенінде 1980 жылы бір үйдің тұнықшы болып дүниеге келдім. Менен кейін араға 2 жыл салып, сіңілім дүние есігін ашқан екен. Алайда сіңілім 1 жасқа толар-толмас шағында ата-анамыз ажырасып, нағашы жұртымыздың қолында тұрыппыз. Анамның айтуынша нағашыларымыз өте әл-ауқатты болып, әкеміздің отбасын менсінбеген ұқсайды. Сол себепті әкеміз намыстанып, анам екеуі жиі ұрсып қала беріпті. Сөйтіп ақыр соңында ажырасып кетіпті. Анам ажырасып кеткеннен кейін, арада 1 жылдай уақыт өткенде, нағашыларымыз анамды 2-ші рет бір үйленіп ажырасқан жағдайы жақсы адамға тұрмысқа береді. Сөйтіп біз анаммен бірге Өзбекстан аумағындағы аралас ұлтты ауылға еріп кете барған екенбіз. Мен ес біле бастаған шағымнан әкеміздің бізге өгей екенін ұқпаған едім. Ол кісіні әке деп жүретінбіз. Өгей әкеміздің алғашқы некесінен бір ұлы бар екен. Менің анама ажырасқанына 1-2 ай болар-болмас үйленіп алыпты. Ал ұлы анасымен бірге көрші ауылда тұрады екен. Бір күні үйімізге өгей әкеміздің бұрынғы әйелі келіп, ұлының қатты ауырып, ауруханаға түскенін, баласы әкесін іздеп жатқанын айтып ертіп кетті. Әкемізбен бірге анам да кеткен болатын. Сөйтіп ауруханаға барса, ұлы шынымен әкесін сағынып, ішігіп ауырып қалған екен. Содан бала әкесін көре салып, мойнына асылып құшақтап екеуі біраз ойнап, әңгімелесіп шер тарқатыпты. Кейін әкем анамызбен бірге кетуге ыңғайланған кезде, ұлы кетпеші деп жалынып жылапты. Бірақ сонда да әкесі тағы келемін деп анаммен ауруханадан шығып бара жатқан кезінде, баласы терезені ұрғылап жылап, сол кезде жан тапсырғанға ұқсайды. Сонда жанындағы анасы менің анам мен әкеме «Ол перзент көрмеңдер, тұяқсыз қара басын қалғыр» деп ашына қарғаған екен. Содан бері анам өгей әкемнен тек қана қыз балаларды ғана дүниеге әкелді. Өгей әкемізден 5 қыз туылды. Мен олардың барлығын туған сіңілдерімдей жақсы көріп, бауырыма басып қарап жүретінмін. Кейін мүшел жасқа туғанымда, яғни 13 жасымда анам Өзбекстан мен Қазақстан арасында сауда-саттықпен айналыса бастады. Кейде 2-3 күндеп жол жүріп сауда жасап келетін. Ал өгей әкеміз ауылда жүк көлігін жүргізетін. Міне, осы кездері өгей әкем маған өгейлігін көрсете бастады. Ол кісі ұзын бойлы, шекі сары шүгір көзді, көп сөйлей бермейтін, түсі суық адам болатын. Кейде шүгір көздермен тесіле қарағанда, көз жанарынан өзі өңменімді тесіп жіберерде еді. Сол қарағанынан ақ
қорқып қашып кететінбіз. Жүзінде ешқандай жылулық жоқ, тастан жасалған мүсін секілді болып жүретін. Сөйтіп өгей әкем маған 13 жасымнан анам саудаға кеткен кездері тиісе бастады. Зорғады деп айта алмаймын, бірақ сұқтанып қарап, көзімен ішіп жеп, дене бітіміме қол жүгірте бастады. Қойыңыз, мұныңыз не? деп қарсылассам, шешіндіріп отырғызып қойып қамшымен сабайтын. Кейде жатқызып алып өнмендеп құшып сүйіп, мен тек осылай ләззат алсам болды. Басқа жеріне тиіспеймін. Ертең тұрмысқа пәк болып баруын керек, деп байға тигенде бүйтесің, сөйтесің деп маған түсініксіз әңгімелер айтатын. Солай арам қолдарымен менің пәк денемді ластап, жеркенішті іс-әрекеттер жасап, ләззат алып жүреді. Бұл іс-әрекетін анама ешкімге айтпа, әйтпесе өлтіремін деп ұратын. Кейде анам саудаға кететін кезде кетпеңізші деп жылайтынмын. Бірақ анам күн көру керек деп бізді өгей әкемізге тастап кете беретін. Сондайда өгей әкем неге жылайсың? Бүйтетін болсан сіңілдеріммен бірге сабаймын деп байғұс сіңілдерімді еш жазықсыз сабап алатын. Олардың шырқырап жылағанына менің жүрегім қарс айрылатын. Сонда өзінен туған қыздарын да аямайтын, бірақ оларды сабағаны болмаса тиіспейтін. Тек маған ғана тиісетін. Осының барлығын ішпей шекпей саналы түрде жасайтын. Осылай өгей әкеден зәбір көріп, оның жиіркенішті іс-әрекеттеріне төзіп, ешкімге ештеме айта алмай, ішқұса болып мектепті бітірдім. Сондай күндердің бірінде түн жарымда өгей әкем мені ұрып отырған кезінде есіктен анам кіріп келді. Екеумізді көріп анамның көзі бақырайып, әкемнен не үшін бұлай ұрып отырғанын сұрағанында өгей әкем сасып қалса да сөз тауып, мына қызын бұзылайын деп үйдің артында бір жігітпен сүйісіп тұрған жерінен ұстап алдым. Сол үшін жазалап жатқаным деп өтірігін бөсіп жіберді. Сонда анам менен бір ауыз сұрамай күйеуінің сөзіне сеніп маған ұрсып, екеуі қосыла мені сабады. Анамның мұнысына жүрегім қатты ауырып, өгейден көрген қорлығымнан да өтіп кетті. Сөйтіп мен қатты ашынып өмір сүргім келмей, олар өз бөлмелеріне кетіп қалғандарында ақырын ілби басып, сыртқа шығып сарайға қарай беттедім. Бұл кез жаз уақыты болатын, таңғы 5-тер шамасында. Таң қыған беріп, жарық түсе бастаған еді. Сарайға келіп, сиыр байлайтын арқанды алып, жоғарыға байлап, өзел жасап, мойныма іліп аяғымның астындағы бөшкені теуіп жібергенімді білемін. Тамағым қырылдап, дем жетпей бара жатқаны есімде. Әрі қарай не болғанын білмеймін. Бір кезде көзімді ашсам, басымды сүйіп анам жылап отыр. Өгей әкем көзі шегірейіп тесіле қарап, төбемнен төніп тұр. Жанында көршіміздің Вова есімді менімен бір сыныпта оқыған ұлы тұр екен. Сөйтсем, мен шашым жалбырап жылап сарайға кетіп бара жатқанымда, малын өріске айдап шыққалы жатқан Вова көріп қалған екен. Сөйтіп менің мұндай күйдегі жүрісімнен секемденіп, артымнан сарайға келсе, мен асығып қалыппын. Сөйтіп, ол дереу аяғымның астына бөшкені қойып айқайлап анамдарды шақыртып алыпты. Вованың арқасында суицид жасаған әрекетім іске аспай, бір өлімнен аман қалдым. Содан анам ештеменің мәнісін ұқпай, мені асығып қалатын ауруға шалдықты деп, нағашыларыма қазақи ем-дом жасатып молдаға оқытамын деп алып келді. Осы кезде шынымен жүйкем жұқарып, қатты азып жүдеп кетіп едім. Сөйтіп нағашыларымның қолында емдеуге тастап кетті. Нағашыларым маған жақсы қарап үлкен молдаға оқытып, ем-дом жасатуға барып жүрді. Нағашыларымның үйінде есімді жиып, кәдімгідей тәуір болып қалғанымда, анам мен өгей әкем мені алып кетуге келді. Сол кезде мен қайтпаймын деп қиғалақ салдым. Анам неге қайтпайсың десе, айта алмаймын, дедім. Нағашыларым сұраса да айтуға аузым бармайды. Өгей әкем шегірейіп, мен бірдеме айтып қояды ма дегендей тесіле қарап отыр. Бір кезде анам ашуланып, қолымнан жұлқи тартып сүйрелей бастағанда, мен ашынып жылап, өгей әкемнің жасағандарын айтып салдым. Сол жерде нағашыларым ашуланып көтеріліп кетті. Өгей әкемді жағадан алып, осының барлығы рас па деп сұрағандарында, ол мойындамады. Мен оған ешқандай тиіспедім. Сенбесеңдер дәрігерге апарып тексертіңдер, деп тағы өтірігін бөсе бастағанда, мен үйге апарсаңдар, бүкіл дәлелді тауып беремін. Одан қалса денемде қамшымен ұрған іздері де бар дедім.
Дәлелім өгейдің мені жұлмалап, ләззат алғаннан кейін қолданып әр жерге тыға салатын шүберектері еді. Сол кезде ғана өгей өз кінәсін мойындап, жүзін төмен салып сылқ етіп отыра кетті. Нағашыларым өлтіреміз деп айғай-шу көтеріп жатқанында ортаға анам түсіп, ел жұртқа масқара болмайықшы, оны мен үшін кешіріңдерші деп нағашыларымның аяғына жығылды. Сонда ғана нағашыларым тоқтап, анам мен өгейге кетіңдер деп мені алып қалды. Сөйтіп мен өгей әкеден құтылып, нағашыларымның қолында қалдым. Нағашыларымның қолында тұрып жатқанымда, анамның әпкесі келіп мені қолына алып, оқуға түсіремін деп алып кетті. Ол кісілер Өзбекстанның Гагарин деген қаласында тұратын. Сөйтіп сонда барып мені колледжге оқуға түсірді. Маған стипендия тағайындалды. Студент атанып сабағымды оқып жүрдім. Алайда сабақтан тыс уақытымда сол үйдің барлық үй тіршілігі менің мойнымда еді. Әпкем бір мекеменің бас есепшісі болып жұмыс істейтін. Ертеден кешке дейін жұмыста болатын. Жездемде жұмыста. Мен әпкемнің 2 ұлы мен 2 қызының кір-қонын жуып, ас әзірлеп, нан жауып, үй жинап, сол үйдің үй қызметшісі секілді болып жүретінмін. Демалуға артық уақытым болмайтын. Кішкене отыра қалсам, жездем, түк істемей неге отырсын? Осы үйдің нанын жейді екенсің, тұр да тіршілігін істе, деп өктім-өктім сөйлейтін. Ол кісіден қорқатынмын. Ал әпкем өз жұмысымен әуре еді. Осылай нағашы әпкемнің үйінде күндерім өтіп жатты. Стипендиямды тиіспей жинап жүретінмін. Оқуға әпкемнен қалған киімдерді киетінмін. Бір күні қыс мезгілінде әпкемнің өкшесі желініп кеткен етігімен оқудан келе жатып, аяғым тайып кетіп, тас жолдың үстіне оңбай құладым. Сол қолым астымда қалып шығып кетті. Содан үйге келген соң қақсап ауыра бастады. Әпкеме айтып едім, ауыртып алғансың ғой, ештеме етпейді, жазылып кетеді деп мән бермеді. Содан қолым қақсап, жан таптырмай жылай-жылай 3 күн дегенде қолым қолтығыма дейін күп болып ісіп кетті. Осы 3 күнде сабаққа да бармаған болатынмын. 4-ші күні тобымдағы Жанна деген қыз неге оқуға келмей қойдың деп іздеп келді. Келген соң қолымды көріп шошып кетті. Қолың сынып кеткен бе, қалай шыдап жүрсің? Деп мені жақын маңдағы сынықшыға апарып қолымды салғызып берді. Осы кездері қандай болмасын, ешкім өз анандай болмайтынын түсіндім. Өгей әкемді көргім келмесе де, кейде жалғызсырап анамды, сіңілдерімді сағынатын болдым. Оқуды тәмамдаған соң, өгейдің барлық ісіне көзімді жұмып, анамды, сіңілдерімді көруге іздеп бардым. Барсам, анамдар өгей әкемнің бұрынғы үлкен, әйбат үйін сатып, сол ауылдың бір шетінде пәтер жалдап тұрып жатыр екен. Сөйтіп мен жинаған стипендияма азық-түлік, сіңілдеріме тәттілер алып, анамдардың жалдамалы үйіне бардым. Жалғасы бар.